Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай керемет дәмді алат самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті заттар: су қажет болады, жарты шай қасықтай қант қажет болады, 1,5 шай қасықтай тұз, сұйық майымызды құйып, біздің суымызға араластырып, жақсылап тұзымыз, қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Біркелкі қылып суымызды араластырып алған соң, електен өткізілген ұнымыздың үстіне құйып, біз самсамыздың қамырын илеп алатын боламыз. Қажетті заттардың бәрін өлшемімен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Суымызды бәрін құйып, осылай ұнымыздың бәрін біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды мінекей осылай басын біріктіріп алдық. Енді осы қамырымызды столымыздың үстіне алып, қолымызбен мыжғылап, кішкене иі қанғанша мұштап алатын боламыз. Жақсылап иі қанғанша осылай айналдырып мұштаймыз. 4 бұрышты қылып біз қамырларымызды қайырып аламыз да, 1 сағат бойын алғанша мешокқа салып, 1 сағатқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Таза осындай мешочигімізға салып, 1 сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Енді біз самсамыздың салмасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге жуа қажет болады, малдың қара кесек еті қажет болады, іш майы қажет болады, бүйрек майы және де 2 тілім ысталған мен құйрық май қосатын боламын. Қара бұрыш, паприка және де өз қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Біз етімізді пышағымыздың көмегімен майдалап, кубиктап турап алатын боламыз. Осылай мінекей ұсақтап турап алдық. Жуамызды ұсақтап, майдалап турап алатын боламыз, кубиктап. Барынша ұсақтап турайтын боламыз. Майымызды бәрін ұсақтап турап алдық. Енді осы етіміздің үстіне дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымыз бен паприкамызды қосамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Енді жақсылап осыны араластырып алатын боламыз. Біркелкі қылып жақсылап араластырып алдық. Енді бойын алып тұрған қамырымызды, демалған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы бөліп алған қамырларымызды видеода көрсетілгендей қолымыздың көмегімен үзіп алып, самса жасайтын осындай кішкентай күлшелер жасайтын боламыз. Осылай мінекей қолымыздың көмегімен дөңгелетіп, күлшелер жасап аламыз. Осылай мінекей бәрін дөңгелетіп жасап алдық. Енді үстін жауып қоя тұрамыз. Азырақ ұнымызды сеуіп, күлшелерімізді дөңгелетіп жайып аламыз. 10-15 минут тұрып біздің күлшелеріміз тынығып, бойын алып, кішкене дем алған, оңай жайылатын болады.
тегістеп осылай әдемілеп жаямыз. Және де жұқартып жайып болған соң біз күлшелеріміздің шет-шетін жұқартып, шетін ғана басып, айландырып жайып алатын боламыз. Ортасы кішкене қалыңдау болып қалғаны дұрыс. Ішіне салатын енді біз помидорымызды ұсақтап осылай видеодағыдай дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Жайып алған самсамыздың қамырына үстінен салмасын салатын боламыз. Салмамыздың үстіне біз кесіп дайындап алған помидорымызды жайғастырамыз. Және де қолымыздың көмегімен біз қамырлардың шет-шетін видеода көрсетілгендей қылып осылай сулап шығатын боламыз. Сулап шыққан қамырымызды жан-жағын қайырып біз самсамыздың формасын келтіреміз. Самсамыздың үш жағын осылай қайырып біріктіреміз. Барлық самсаларымызды осылай формасын келтіріп алдық. Енді үстінен қолымыздың көмегімен сулаймыз. Осылай жақсылап суымызды жағып 230 градус қызып тұрған пешімізде 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біз пешіміздің оты міндетті түрде жоғары болуы қажет, өйткені егер пешіңіздің градусы жоғары болмаса, біздің самсаларымыз қатып қалатын болады. Сондықтан 230 градуста пісіру міндетті. 30 минуттай қойып алдық, мінекей. Өте дәмді болып піседі. Иісі деген керемет болып шығып жатыр. Және де біз пешімізден алған соң ыстықтай күйінде бетіне сары май жағатын боламыз. Ерітілген сары майымызды жағамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Осымен біздің алат самсаларымыз мінекей дайын пісіп шықты. Өте керемет дәмді болады. Азырақ суыған соң жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.